Обед үйде асықпай жүрсем бір уақытта есік шылды. Қарап қалсам қайнапам мен не істеймін деп орамалымды іздеп әрең таптым ғой. Құрсын қазір сәлем салмасам жаным шығарып есік тоқылдап тұрған біраз болды, сөйлейтін болды деп жатырмын. Айтқанымдай болды, қабағына қар жауып кеткен сөйлеп жатыр. Неге есікті ашпайсың уақытылы деп, бір қора чемоданы бар қолында. Біраз уақытқа келдім екен, не болды екен деп әйтеуір жаным не қалмай жүрмін. Аяқ киімді кейін шаршадыңыз ба, алыстан жүріңіз, демалыңыз десем, келіп отырып, сонымен не жаңалық, не істеп жатсыңдар, как всегда шашылып бұғып жатсың деп сөйледі. Су ішесіз ба, не істейсіз, келіңіз массаж жасап берейін. Біраз уақытқа келсем, не құтыламай айтсын ба, не дейді. Жоқ, енді сізді көріп таңғалып тұрмын деп жатырмын. Мына ыдыстардың бәрі өмір шашылып жатыр. Не деген адамсың сен? Осы вечно осылай айтам, бала шағамен үлгере алмай жатырмын, енді білесіз ғой деп. Мен білмеймін енді, олай да қыздарымнан құтылуым керек, амалын тауып қалай да жұмысқа шығып кетуім керек дедім де. Найманың қызымы қулыққа басайын дедім. Сөйтіп келіп қайнапама сізге жаңа жылға күшті көйлек, әдемі сырға алып берем. Ол үшін білесіз ба, үйде отырып балаларды қарауыңыз керек. Қандай жұмысқа шығар? 1 ғасырдың заманы ғой деймін да. Осындай EasyTap деген приложение телефонға загруз етіп аламыз. Осындай телефонымызға код келеді, сөйтіп тіркелеміз. Бұл жақтың бір артықшылығы, ешқандай опытсыз, өзің қай жерге жұмыс істеймін десең сол жаққа шығасың. 5-12 сағат аралығында ғана жұмыс істейсің. Апта сайын айлығыңды аласың дедім. Еще Новый год келе жатыр, тем более көптеген подарка алуымыз керек. Достар, мен қайнапама қалайда көйлек алып беруге кеттім жұмыс, ал өзі бала шағаны қарап, пельменін түйіп үйде қалатын болды. Так что мен сияқты осылай құл пысық болыңыздар. Всем пока!